жағдайға байланысты енді ұжымның арқылы келіп осы жерге дамба салып жатыр, ат салысып бүкіл енді ауыз біршілік бірлікте дейді ғой, ауыз бірлік болған жерде тірлік болады. Елдегі болып жатырған жағдай баршамызға белгілі. Бұл табиғи апат, өрт пен су жалпы тілсіз жау дейді. Соған енді бейжай қарап отырмай, түгел ұжыммен келіп, дамба көтеру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Қазіргі таңда бұл жерде 120 адам мен 5 единиц техника жұмылдырылған. Бәріміз бір жұдырықтай жұмыс жасап жатырмыз. Енді қала тұрғындары мен жерлестерінде осылай қол ұштарын беріп, көмектесуге, атсалысуға шақырамын. Бүгін 15 сәуір 2024 жыл Жайық өзенінің жағалауын мына табиғи апаттан қорғау мақсатында бекіту жұмыстарын жүргізіп жатыр. BCG мекемесі арқылы солардың ұйымдастыруымен болып жатқан жұмыстар бүгін таңертеңгі 8-ден қазіргі уақытқа шейін жұмыстанып жатыр. 150-дей адам. Енді қала тұрғындарын осы табиғи апатқа бейжай қарамай барлығыңызды шақырамын. Көпті күлсе көл дейді. Енді барымызды бірігіп жұмыс жасайық. Енді бірлігіміз жарасып, осы табиғи апаттан аман есен өтейік.